Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз 65-ші сабақ өзіңді тексер. 65-ші сабақ. Бүгінгі сабақта сіздер балалар өздеріңнің жетістіктеріңді тексеретін боласыңдар. Білу тақырыбы. Төртбұрыш пен шаршының ауданын қалай табуды бүгінгі сабақта білетін боласыздар. Тік төртбұрыш пен шаршының ауданын табуға арналған формуланы жазатын боламыз. Олай болса, тік төртбұрыштың ауданын табу үшін біз оның ұзындығын еніне көбейтетін боламыз. Ал егер де балалар, сіздер шаршының ауданын табатын болсаңыздар, онда екі қабырғаны қосатын боламыз, немесе бір қабырғаның квадратын табатын боласыздар, иә? Мінекей балалар, сіздерге аудан табу түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі сабақ бізде түсіну. Тік төртбұрыштың және шаршының ауданын табуға арналған формулаларды қалай қолдану керектігін түсіну. Бүгін есеп шығарамыз, формулаларды жазамыз. Балалар, бізге тапсырма берілген. Бұл жерде тік төртбұрыш пен шаршының ұзындығын және де енін табу қажет болады, иә? Бізге тік төртбұрыштың енін табу үшін ауданын ұзындығына бөлеміз. Ал егерде шаршының ұзындығын табу керек болса, онда біз ауданын керісінше еніне бөлетін боламыз. Мінекей балалар, сіздерге формула түсінікті болды деген ойдамын. Балалар, сіздерге түсінікті болу үшін мен мысал келтіре кетейін. Мысалы, тік төртбұрыштың ауданы 63 см квадрат, ал ұзындығы 9 см квадрат. Бізге енін табуға берген. Енді не істейміз? 63 см квадратты 9 см квадратқа бөлетін болсақ, ені бізде 7 см квадрат екен. Ал екінші тапсырмада. Ал егерде екінші мысалға тоқталатын болсақ, шаршының ауданы 64 метр квадрат, ал ені 8 метр квадрат. Бізге ұзындығын табуға берген. Бұл жерде біз шаршының ауданы 64 квадрат метрді ені 8 метр квадратқа бөлеміз. Сол кезде бізде ұзындығы 8 метр квадрат болып шығады екен. Есеп түсінікті болды деген ойдамын. Келесі тапсырмаға көшейік, балалар. Қолдану тапсырмасы. Берілген өлшем бойынша фигураларды құралдардың көмегімен сала аламын. Ұзындығы 45 мм болатын кесінді сыз, оның ұштарын А және В әріптерімен белгіле. А нүктесінен радиусы кесіндінің ұзындығына тең шеңбер сыз дейді. Бұл жерде бізде балалар 45 мм деп отырғанымыз, ол 4,5 см болады екен. Олай болса, балалар, АВ кесіндісін түсірейік. АВ кесіндісі бізде 45 мм болуы қажет. Ал енді балалар, бізге осы кезде циркульдің көмегі қажет болады. Циркульдің біз ұшын А нүктесіне қойып, екінші ұшын Б нүктесіне қойып, айналдыра отырып, шеңбер сызатын боламыз. Мінекей сіздерге мысалды көрсетіп қойдым. Осыған қарап жасасаңыздар болады. Келесі тапсырма, балалар, талдау. Тік төртбұрыштың, шаршының қабырғалары мен ауданын табуға берілген есептерді талдаймыз және де шығара аласың. Тік төртбұрыштардың ауданына қара, мүмкін нұсқаларды ата. Бұлардың ішінде шаршы бар ма? Олай болса, балалар, бірінші фигура бізде шаршының ауданы 12 см екен, оның ұзындығы 4 см, ені 3 см. Яғни, бізде тік төртбұрыштың ұзындығы 4 см болса, ені 3 см екен, ал оның ауданы 12 см тең.
Екінші фигура ауданы 14 сантиметр, оның ені 2 сантиметр болса, ұзындығы 7 сантиметр болады екен. Келесі үшінші фигураға тоқталатын болсақ, оның ауданы 16 сантиметр квадрат. 16 сантиметр квадратты біз ұзындығы мен енін табу үшін 2-ге бөліп көрейік. Демек, ұзындығы 4 сантиметр, ені 4 сантиметрге тең екен. Сонда оның ауданы 16 сантиметр квадратқа тең болып шығады. Есеп түсінікті болса, балалар, келесі тапсырмаға өтейік. Жинақтау тапсырмасы. Тік төртбұрышты үшбұрыштың ауданын таба аласың бүгінгі сабақта. Ұзындығы 6 сантиметр және ені 3 сантиметр болатын тік төртбұрыш сал. Оны бірдей екі тік төртбұрышты үшбұрышқа бөл. Әрбір тік төртбұрышты үшбұрыштың ауданын тап. Неге бірдей нәтиже алғаныңды түсіндір дейді. Ал енді балалар, біз тік төртбұрыш салып алуымыз қажет бірінші. Содан кейін ол тік төртбұрышты біз бірдей етіп екі тік төртбұрышқа бөлуіміз қажет. Ал енді біз бұның ауданын есептейтін боламыз. Ал енді балалар, тік төртбұрыштың ауданын табу үшін біз ұзындығы мен енінің көбейтіндісін 2 есеге кемітетін боламыз. Демек, біз бұл жерде балалар 6 сантиметрді көбейтеміз 3 сантиметрге, одан шыққан санды бөлеміз 2-ге. Бізде 9 сантиметр шықты. Демек, бұл жерде бізде 2 тік төртбұрыштың да ауданы бірдей 9 сантиметрге тең болып шықты. Келесі сабақ бізде балалар бағалау. Жазықтықтағы нүктелердің дұрыс орналасқандығын тексере аламын. Нүктелер дұрыс орналасқан ба? Тексер. 9-да 1, 1-де 3, 6-да 5, 4-де 5, 6-да 10. Берілген нүктелердің дұрыс координаталарын жаз дейді. Ал енді балалар, біз осы тік төртбұрышта берілген нүктелердің координаталарын жазатын боламыз. Еде 9-да 1, А-да 1-де 2, Д-да 5-де 4, С-да 6-да 5, В-да 6-да 9. Мінекей балалар, біздің соңғы берілген тапсырмамыз осы болатын. Сіздерге бүгінгі сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Олай болса, келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Сабақ сіздерге түсінікті болған болса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар, және де каналға тіркеліп қойыңыздар. Сау болыңыздар.